Қайырлы күн балалар. Бізде бүгін математика сабағы 2-ші сынып 113-ші сабақ 98-99 беттер. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Егер де менің каналымда подписчиктер 500-ге жетсе, мен сендерге 2 таңбалы сандарды ауызша шығару тәсілін көрсетуге уәде беремін. Бірінші есепті теңдеу құрып шығар. Мирас пен Алмат дойбы ойнады. Мирас 16 ұпай, ал Алмат одан 2 есе кем ұпай жинады. Алмат қанша ұпай жинады? Теңдеу құрамыз. Бұл жерде X ол Алмат, яғни Алматтың жинаған ұпайы бізде белгісіз, бірақ Мирастан 2 есе кем ұпай жинады. Яғни X-ті көбейтеміз 2-ге. Тең 16, ол Мирастың жинаған ұпайы болады. Енді теңдеуді шығарамыз. X-тен 16-ны бөлеміз, есе кем дегендіктен 16-ны 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 8 шығады. Тексереміз. X-тің орнына 8-ті қоямыз. Яғни 8 көбейту 2 тен 16. 16 тен 16 шығады. Сонда жауабы Алматтың жинаған ұпайы 8 ұпай. Екінші есеп. Қысқаша жазбаны пайдаланып, құрама есеп құрастыр, оны шығар. Бұл есеп бірінші есепке кері есеп болып табылады. Қысқаша шарты бізде берілген. Алмат 8 ұпай, Мирас белгісіз, бірақ Алматтан 2 есе артық ұпай жинады. Алмат Мирастан қанша ұпай кем жинады дейді. Енді қанша ұпай кем жинаған табу үшін ең алдымен біз Мирастың ұпайын табуымыз керек. Ол үшін шешуі шақшаның ішінде 8-ді көбейтеміз 2-ге, есе артық дегендіктен онда 16 шығады. Бізде 16 ол Мирастың ұпайы. 16-дан азайтамыз Алматтың ұпайын. 8-ді тең 8 шығады. Бұл, яғни жауабы Алмат 8 ұпай кем жинады. Есептің шартында 2 сұрақ белгісі қойылғандықтан біз 2 амал қолданамыз. Біз бұл жерде көбейту және азайту амалын қолдандық. Осы 2 немесе одан да артық амал қолданған есепті біз құрама есеп деп айтамыз. Міне біз 2 амал қолдану арқылы құрама есеп құрдық. Үшінші есеп. Балалар лагеріне біздің мектептен 6 қыз барды. Бұл ұлдарға қарағанда 2 есе кем. Лагерге қыздарға қарағанда неше ұл артық барды? Қысқаша шартын құрып аламыз. Лагерге қыздар бізден мектептен 6 барды, бірақ бұлар ұлдарға қарағанда 2 есе кем. Бізде ұлдар белгісіз болып тұр. Сұрақ бізде қыздарға қарағанда неше ұл артық лагерге барды? Шешуі. Ең алдымен ұлдардың санын анықтап аламыз. Ол үшін 6-ны көбейтеміз 2-ге, 12 шығады. Енді 12-ден азайтамыз 6-ны. Бізде 6 шығады. Сонда жауабы лагерге қыздарға қарағанда 6 ұл артық барды. Төртінші есеп. Есепті шығар. Қыздар 18 гүлді 3 қатарға теңдей бөліп отырғызды. Қыздар әр қатарға неше гүлден отырғызды? Шешуі 18-ді бөлеміз 3-ге, тен 6 шығады. Жауабы қыздар әр қатарға 6 гүлден отырғызды. Бесінші есеп. Төртінші тапсырмадағы есепке кері есепті шығар. Қыздар 18 гүлді әр қатарға 6-дан отырғызды. Қыздар неше қатарға гүл отырғызды? Шешуі 18-ді бөлеміз 6-ға, тен 3 шығады. Жауабы қыздар 3 қатарға гүл отырғызды. Алтыншы есеп. Есепті шығар. Балалар сыйымдылығы 2 литр болатын 3 су сепкішпен гүлдерге су септі. Балалар неше литр су жұмсады? Осы есепке бір кері есеп құрастыр, оны шығар. Шешуі 2-ні көбейтеміз 3-ге, тен 6 шығады. Жауабы балалар 6 литр су жұмсады. Жетінші есеп. Сызбалар бойынша амалдарды орында. Ең алдымен 100-ден 47-ні азайтамыз. Бізде 53 шығады. 35-ке қосамыз 53-ті, тең 88 шығады. Екіншісі 63-ке 27-ні қосамыз. 90 шығады. Одан кейін 90-нан азайтамыз 56-ны, тең 34 шығады. Ары қарай 67-ден азайтамыз 62-ні 5 шығады. Енді бізде 5-ке қандай санды көбейткенде 45 шығады. Яғни 9-ды көбейтеміз 5-ке, бізге 45 шығады.
8-ші есеп, есептерді шығар. Атам таңертең 10 түп көшет отырғызды. Бұл кешке отырғызған көшеттеріне қарағанда 2 есе кем. Атам кешке неше түп көшет отырғызды? Шартын құрамыз: таңертең 10 түп көшет отырғызды. Бұл кешкіге қарағанда 2 есе кем. Кешке белгісіз бізде. Шешуі: 10-ды көбейтеміз 2-ге тең 20. Жауабы: кешке 20 түп көшет отырғызды. Екіншісі: атам таңертең 10 түп көшет, ал кешке одан 2 есе артық көшет отырғызды. Атам кешке неше түп көшет отырғызды? Шарты: таңертең 10 түп көшет отырғызды, кешке белгісіз, бірақ ол таңертеңге қарағанда 2 есе артық түп көшет отырғызды. Шешуі: 10-ды көбейтеміз 2-ге тең 20. Жауабы: кешке 20 түп көшет отырғызды. 9-ші есеп: ойлан тап. 2, 9, 5 және 19 сандарын пайдаланып 2 айырма құр. Сонда осы айырмалардың бірінің мәні екіншісінен 2 есе кем болатын болсын. 19-дан 5-ді азайтқанда 14 шығады. 9-дан 2-ні азайтамыз 7 шығады. Одан кейін 14-ті 7-ні бөлгенде 2 шығады. Сонда 7 саны 14 санынан 2 есе кем. Осымен бүгінгі есептер аяқталды. Егер түсінбеген есептерім болса, комментарийге жазсаңдар болады. Мен жауап беремін. Сау болыңдар балалар.